Ақшты рецессияның екінші толқыны күтіп тұр. Болжаммен бөліскен Project Syndicate авторы Стивен С. Роуч Америка экономикасының осал тұстарын тап басып айтыпты. Экономикалық сараптама жасаған журналист ақштың қысқа мерзімді өрлеуден кейін құлдырауға тап болуға бейім екендігіне тоқталады. Соңғы 10 жылдықтардағы құлдыраулар дәл осындай хронологиямен болған. Әрине, қосарланған құлдырау өздігінен пайда болмайды. Бұл негізгі экономиканың осал тұстарының және рецессияның алғашқы соққысынан кейінгі қайталама дүмпулердің нәтижесі. Жалпы ережеге сәйкес рецессия күшті болған сайын шығында көбірек, экономиканы қалпына келтіруде ұзағырақ және қайта құлдырау қаупі де жоғары бола түседі дейді Стивен С. Роуч. Бұрын соңды болмаған карантиннің кесірінен қатты зардап шеккен ақштың экономикасы енді еңсесін көтеріп, сауығу процесін бастан өткеруде. Ағымдағы 90-да бірден көтеріліп кетуі қарапайым арифметикалық есепке негізделген, яғни бұған дейін жабылған кәсіпорындардың ішінара ашыла бастауының арқасында жүзеге асты. Алайда ол әрі қарай жалғаса ма, әлде қайта айналып үлкен соққы бере ме деген сауалдардың жауабын іздеген журналист ақш бұрынғыша пандемияның құшағында, сондықтан жағдайдың жақсаруына қатысты аргументтер тым әлсіз деген пікірін білдіреді. Ақшта құлдардың ұрпақтарына репарация төлеу төңірегінде ойлана бастады деп хабарлайды Associated Press. Штаттың заң шығарушы жиынының жоғарғы палатасы мақсатты топтың құрылуын қолдап та үлгерді. Топтың алдында репарацияны қандай түрде және қандай көлемде беруді шешу мақсаты тұр. Жақында төменгі палатада бұл мәселе бойынша шешім қабылдамақ. Me-Too қозғалысы Иранға да жетті. Француз басылымы Фигаро тамыздың ортасынан бастап Иранның әлеуметтік желілерін дүр сілкіндірген әшкерелеу толқыны туралы әңгімелейді. Елдің назарында білім және мәдениет қызметкерлері, Ирандағы қарапайым ғаламтор пайдаланушылары өздеріне қарсы қолданылған қылмыстар туралы жаппай айта бастады. Мұның дәл қазір болуы да тегін емес. Бірнеше апта бұрын 3 ирандық келіншек ортақ құрбысының 2017 жылы Тегеранда зорланғаны туралы Инстаграмда жариялаған болатын. Олар болған оқиғаны бүге-шүгесіне дейін жазып, кітап сатушы азғынды толық сипаттап берді. Жарияланымдар қоғамда үлкен шу туғызды. Зорлықшының 2010 жылдан бастап басқа қыздарға да қиянат жасағаны белгілі болды. Іске полиция араласып 22 тамызда тергеу басталды. Арыз беруші қыздардың аты жөні құпия сақталатын болды. 3 күннен соң күдікті қамауға алынды. Содан бері айыпталушылар қатары артып келеді деп көрсетеді мақала авторы. Алайда Иранда зорлау фактісін дәлелдеу оңай емес. Бұған себеп әйелдердің құқығын таптайтын Иран заңдары. Оның үстіне зорлық үшін сотталғандарға өлім жазасы берілетінін қосыңыз. Бұл зорлық құрбаны болған жандардың басына төнген жауапкершілік салмағын ауырлата түседі деп түйіндейді Фигаро журналисі. Бактериялар ғарышта жылдар бойы өмір сүреді. Немістің Süddeutsche Zeitung газеті халықаралық ғарыш станциясында жүргізілген жаңа зерттеу жұмыстарының нәтижелері туралы хабарлайды. Ғалымдар әр күнге дейін 4 миллиард жыл бұрын өлі материядан қалайша жерде тіршілік пайда болды деген сауалға бас қатыруда. Тіршіліктің ең ежелгі формалары бізге ғарыштан келген деген болжамның айтылып жүргеніне ғасырдан астам уақыт өтті. Әзірге мұның бәрі тек теория жүзінде ғана, алайда халықаралық ғарыш станциясы бұл нұсқаға жаңа серпін берді. Астробиолог Акихико Ямагашидің командасындағы зерттеушілер кейбір бактериялардың ғарыш кеңістігінде 8 жылға дейін өмір сүруге қабілетті екенін анықтады. Зерттеу стратостаттардың көмегімен Deinococcus текті бактериялар шамамен жердің бетінен 12 километр биіктіктен табылды. Бұл микроағза өзінің тұрақтылығымен белгілі. Ол адам баласы үшін өлім қаупін туғызатын мөлшерлемеден 3000 есе артық гамма сәулеленуге де төзімді. Ғалымдар халықаралық ғарыш станциясы қабырғасына әртүрлі көлемдегі бактериялар бағанын жағып, оларды 1, 2 және 3 жылдан кейін зерттеген. Микроағзалар ғарышта да аса төзімділігін танытты. 0,5 мм қалыңдықта жағылған бактерия бағандары 3 жылдан кейін тіршілік белгісін бере бастаған. Deinococcus'дің ғарышта сәулеленуден бұзылған ДНК-сы да көп ұзамай қалпына келді деп жазады басылым.